Осыдан бірнеше минут бұрын Баян Мақсатқызының бұрынғы күйеуі абақтыдан босап шықты. Бұл жайында Бақытбек Есентаевтың туған қарындасы мәлімдеді. Өткен аптада, яғни 12 шілде күні, жазасын өтеуші Есентаевтың мерзімінен бұрын бостандыққа шығу туралы өтінішін Қапшағай қалалық соты қанағаттандырған еді. Соңғы 6 жылын абақтыда өткізген Бақытбек бүгін туған туыстарымен қауышты. Колонияның алдында жиналғандардың қарасы көп. Қымбат маркалы көліктер қаз-қатар тізіліп тұр. Оны қарсы алуға ет жақындары, достары түгелдей дерлік жиналған. Видеоға зер салсақ, 6 жыл абақтыда отырған Есентаевтың болмысында біраз өзгерістер байқалады. Баян Мақсатқызының бұрынғы күйеуі сәл салмақ тастап, шашы ағарған. Сондай-ақ сырт көзге салқын қанды әрі салмақты көрінеді. Бақытбек түрмеден қара көзілдірік, ақ шалбар, көк кеудеше киіп шыққан.